Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 126-шы сабақ нұсқаулыққа сәйкес әрекеттер орындау тақырыбы. Бірінші тапсырма. Түзу сыз. Түзу сыздық. Оған А және Б нүктелерін. Мұнда А нүктесін белгілейміз. Және Б нүктесін белгілейміз. Ал олардың арасына С нүктесін белгіле. Олардың арасына С нүктесін белгілейміз. С мен Б нүктелерінің арасында жататын Е нүктесін. С мен Б нүктесінің арасына Е нүктесін белгілейміз. С мен А нүктелерінің арасында жататын К нүктесін белгіле. С мен А нүктесінің арасынан К нүктесін белгілейміз. А және Б, А және Е, А және С нүктелерінің арасындағы нүктелерді ата. А мен Б нүктесінің арасында К, С, Е нүктелері бар. Ал А мен Е нүктесінің арасында К, С нүктелері бар. Ал А мен С нүктесінің арасында К нүктесі бар. Кесінділер мен сәулелерді ата. Кесінділерді атаймыз. А, Б кесіндісі, А, Е кесіндісі, А, С кесіндісі, А, К кесіндісі. Келесі К, Б кесіндісі, К, Е кесіндісі, К, С кесіндісі. С, Б кесіндісі, С, Е кесіндісі. Және Е, Б кесіндісі. Енді сәулелерді атаймыз. Сәуленің басы болады, ұшы болмайды, шексіздікке қарай кете береді. Сонда А сәулесі және Б сәулесі. Екінші тапсырма. Кез келген тұйықталған қисық және тұйықталмаған сынық сызықтар сыз. Қисық сызықтың бойына А, Б және С нүктелерін, ал сынық сызықтың бойына Е, К және М нүктелерін белгіле. Белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықта. Ең алдымен тұйықталған қисық сызық сызамыз. Ол барлық жері жабық болады. Мысалы, осындай болуы мүмкін. Енді тұйықталмаған сынық сызық сызамыз. Сынық сызық сызамыз. Қисық сызықтың бойынан А, Б және С нүктелерін белгілейміз. А нүктесі, Б нүктесі және С нүктесі. Ал сынық сызықтың бойына Е, К және М нүктелерін белгілейміз. Сонда Е нүктесі, К нүктесі, М нүктесі болады. Белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықта. Бірінші, А, Б және С нүктелері бір қисық сызықтың бойында орналасқан. Келесі, Е, К, М нүктелері сынық сызықтың бойында орналасқан. Үшінші тапсырма. Бос торкөздерге 4, 5, 13, 3, 11 сандарын қой. Егер теңсіздік тура болса, онда есептеуді сағат тілінің бағытымен. Ал теңсіздік тура болмаса, онда сағат тілінің бағытына қарсы орында. Бізге 4, 5, 13, 3, 11 сандары берілген. Осы сандарды ретімен бос торкөздің орнына қоямыз. Бірінші 4 санын қоямыз. Сонда 4 8-ден кіші. Бұл теңсіздік тура. Бұл теңсіздік тура болғандықтан есептеуді сағат тілінің бағытымен орындаймыз. Демек, осы өрнектен бастаймыз. Бос орынға 4-ті қоямыз. 4 қосу 4, көбейту 4.
4-ке 4-ті қосқанда 8, 8-ді 4-ке көбейткенде 32 болады. Келесі 5 санын қоямыз. 8 5-тен үлкен. Бұл да тура теңсіздік, сондықтан осы өрнек бойынша орындаймыз. 5 8-ден кіші. Демек, бос орынға 5 санын қоямыз. 5 қосу 4, көбейту 4. 5-ке 4-ті қосқанда 9, 9-ды 4-ке көбейткенде 36 болады. Келесі 13 санын қоямыз. Демек, бұл тура емес теңсіздік. Өзіміз туралаймыз. 13 үлкен 8-ден. Егер теңсіздік тура болмаса, сағат тілінің бағытына қарама-қарсы орындаймыз. Сонда осы өрнекті пайдаланамыз. Бос орынға 13 санын қоямыз. Азайту 6, көбейту 5. 13-тен 6-ны азайтқанда 7 болады. 7-ні 5-ке көбейткенде 35 болады. Келесі 3 санын қоямыз. Бұл тура теңсіздік. Демек, есептеуді сағат тілінің бағытымен орындаймыз. 3-ті қоямыз. 3 қосу 4, көбейту 4 болады. 3-ке 4-ті қосқанда 7 болады. 7-ні 4-ке көбейткенде 28 болады. Келесі ең соңғы сан, ол 11 саны. 11 8-ден үлкен болғандықтан тура емес теңсіздік. Оны өзіміз дұрыстаймыз. 11 үлкен 8-ден. Теңсіздік тура болмаған жағдайда есептеуді сағат тілінің бағытына қарсы орындаймыз. Демек, осы өрнекті пайдаланамыз. Бос орынға 11 санын қоямыз. Азайту 6, көбейту 5. 11-ден 6-ны азайтқанда 5 болады. 5-ке 5-ті көбейткенде 25 болады. 4-ші тапсырма. Суретке қара. Әріптер мен сандарды пайдаланып, фигуралардың төбелері болып табылатын нүктелердің орналасуын, координатасын анықта. Мысалы, бақша 11Е, 15Е және 13Б деген координатада орналасқан. Бірінші бақшаға қараймыз. 11Е деген бұл мына нүктесі 11 санының тұсында және Е деген әріптің тұсында орналасқан. Сондықтан координатасын 11Е деп алған. Келесі төбесі, мына төбесі 15 санында және Е әрпінің тұсында орналасқан. Сондықтан оны 15Е деп алған. Келесі 13Б. Үшбұрыштың мына төбесі 13 санына және Б әрпіне сәйкес келіп тұр. Сондықтан координатасын 13Б деп алған. Енді үйдің координатасын анықтаймыз. Мына нүктесі 2 саны және А деген әріптің тұсында орналасқан. Сонда бұл төбенің координатасы 2А болады. Келесі, мына төбесі 8 санының тұсында және А әрпінің тұсында орналасқан. Сондықтан 8А деп аламыз. Келесі, мына төбесі 2 санының тұсында және Д деген әріптің тұсында орналасқан. Сонда 2Д болады. Келесі, мына төбесі 8 санының тұсында және Д әріпінің тұсында орналасқан. Сонда 8Д болады. Енді көлік жайдың координатасын анықтаймыз. Мына төбесі 12 санының және А әрпінің тұсында орналасқан. Сондықтан 12А деп жазамыз. Келесі, мына төбесі 14 санының тұсында және А әрпінің тұсында орналасқан. Сонда 14А болады. Келесі, мына төбесі 11 санының тұсында және Б әрпінің тұсында орналасқан.
Демек 11 Б деп жазамыз. Келесі мына төбесі 15 санының тұсында және Б әрпінің тұсында орналасқан. Сонда 15 Б деп жазамыз. Келесі жүзу бассейнінің координаталарын анықтаймыз. Бірінші, мына төбесі 16 санының тұсында және Б әрпінің тұсында орналасқан. Сондықтан 16 Б деп жазамыз. Келесі, мына төбесі 20 санының тұсында және Б әрпінің тұсында орналасқан. Сонда 20 Б деп жазамыз. Келесі, мына төбесі 16 санының тұсында және З әрпінің тұсында орналасқан. Демек 16 З деп жазамыз. Ал мына төбесі 20 санының тұсында, ал мына жағында З әрпінің тұсында орналасқан. Сонда 20 З деп жазамыз. Бесінші тапсырма. Мына нұсқаулық бойынша дәптерге жел диірменін сал. А нұсқасы: қызыл нүктеден бастап бағдар сызық жүргіз. Ең алдымен қызыл нүктені белгілеп аламыз. Міне қызыл нүкте. Екі тургөз солға қарай. Міне бағыт көрсетілген солға қарай. Қызыл нүктеден екі тургөз солға қарай жүреміз. Екі тургөз жоғары. Міне жоғары қарай бағыт көрсетілген. Екі тургөз жоғары. Қызыл нүктеге дейін бағдар сызық. Міне көрсетілген. Осылай қызыл нүктеге дейін жүргіземіз. Тағы екі тургөз жоғары. Міне қызыл нүктеден бастап екі тургөз жоғары жүргіземіз. Одан кейін оңға қарай екі тургөз. Міне оңға қарай екі тургөз. Қызыл нүктеге дейін, міне бағытын көрсеткен, осы жерден қызыл нүктеге дейін осылай жүргіземіз. Келесі, қызыл нүктеден бастап оңға қарай екі тургөз. Міне оңға екі тургөз. Төменге қарай екі тургөз. Міне төменге екі тургөз. Қызыл нүктеге дейін осылай бағытта жүргіземіз. Жүргіздік. Енді екі тургөз төмен. Не екі тургөз төмен жүргіземіз. Екі тургөз солға қарай. Міне екі тургөз солға қарай. Қызыл нүктеге дейін, міне бағыты көрсетілген, осылай қызыл нүктеге дейін жүргіземіз. Келесі Ә нұсқасы: көк нүктеден бастап жеті тургөз жоғары. Ең алдымен көк нүктені белгілеп аламыз. Міне көк нүкте. Осы көк нүктеден жеті тургөз жоғары жүреміз. Ол осы жерге дейін барады. Енді қызғылт сары нүктеден жеті тургөз төмен. Қызғылт сары нүкте дегеніміз міне осы жерде, осыдан жеті тургөз төмен жүреміз. Одан кейін екі тургөз солға. Міне екі тургөз солға жүрдік. Б нұсқасы: қара нүктеден бастап жасыл нүктеге дейін осылай бағыт жүргіземіз. Міне қара нүкте осы жерде, осы жерден міне жасыл нүктеге дейін бағыт жүргіземіз. Келесі қызғылт сары нүктеге дейін осылай бағытта жүргіземіз. Міне жасылдан қызғылт сары нүкте осы жерде. Осылай жүргіземіз. Міне осылай нұсқаулық арқылы дәптерімізге жел диірменін осылай сызуға болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.